Құрметті достар, бүгін 18 тамыз. Серік досымыздың үйіне келіп тұрмын бүгін. Bir ай бұрын бір айлық ешкілерін түсіргенбіз көктемде. Қазір енді 6 ай болған лақтарға соның қандай жағдайда екенін сіздерге көрсетейін. Алдындағы видеоның жалғасы көріңіздер. Сәке, ассалаумағалейкум, қалай жағдайыңыз? Жақсы, уағалейкум. Мына ешкілерге жем дайындап жатсыз ба? Жем дайындап. Мына жерге не қостыңыз, әдемі жем? Отырып, бір қалақ отырып, бір қалақ арпа, бір қалақ бидайдың майдамыз. Жарма. Дұрыс. Осы үш ешкіге таңертең бір мезгіл, кешке бір мезгіл ғой. Қазір сауар алдында бересіз ба? Сауар алдында береміз қазір. Мына ешкілеріңіз өсіп қапты, әпедемі. Көктемде лақтарды бір айлық кезінде түсіріп едік. Лақтар уже 6 айлық болған уже. Мына қазір ешкіні Сәкең сауға дайындап жатыр. Бірінші ешкіні сауамыз қазір. Сәкеңнің тіршілігі алдында бір көрсеткенбіз. Қанам! Орыс ешкілері. Андай әдемі пресс түсіріп қойған. Жасыл пресс. Осыны жаздай келесі көктемге дейін жеп шығады екен осына ешкілер. 3 ешкі. Лақтарын қазір енді 6 айлық болды. Қазір емізбейді енді. Таңертең бір мезгіл, кешке бір мезгіл сауап алады ешкілерді. Мына әдемі ешкілер. Желіндерін көрдіңіз. Ерекең бір сауақ. Ерекең айдан жібамыз. Бірінші ешкі сауға дайын. Желін көрдіңіздер әдемі, тамаша. Күнне өздері дайын, орнына кеп тұрады. Қазір Сәкең жем береді. Сол жем жеп атқан кезде Сәкеңнің жұбайы ханума сауады. Күнне әр ешкіден таңертең кешке сауғанда 5 литрден сүт алады. Жаңада айтқандай мен көктемде мына лақтардың бір айлығында түсіргем. Мұнар уже енді үлкен туша болған. Сәке 6 лақ еді, екеуін қарындасыңызға бердіңіз ғой. Мына неше ұрғашы, неше еркек? Біреу ұрғаш, үш ағы еркек. 3 еркек, бір ұрғашы ма? Қараласы ұрғаш. Қараласы ұрғаш екен енді. Мына ешкілерде сауға дайын тұр. Желіндеріңіз байқадыңыздар. 3 жасар ешкілер. Лақтарға міне 6 ай болған. Сауар кезде бұлар емізілмейді. Өздері шем жейді, шөп жейді, жоңышқа дейді. Қауын қарбыздың қабықтарын жейді. Сол ханымына енді ешкіні сауғалы жатыр. Негізі ешкіні былай саумайды ғой. Ладно енді. 3 ешкі, бұған енді машинаның керек жоқ. Үйлік жағдайда. Сиыр сияқты сауамыз. Иә. Емшектерін жуып, тазалап. Желінің көрдіңіздер, әдемі. Енді алдында айтқандай, ешкінің сүті өте денсаулыққа пайдалы. Құрамында неше түрлі витаминдер бар. Сондықтан Сәкең осы 3-4 жылдан бері осымен айналып жатыр. Дұрыс. Сәттілік. Міне сауардың алдында Сәкең алдына жем қойып қойды. Сәкең мына ханымға жағдай жасап тұр, әдемілеп сауған кезде. Осылай енді қалалық жағдайда құраны шағындау енді 3 ешкі бір үйге жетеді. Жаңа айтқандай пресс жоңышқа алынып қойылған. Келесі көктемге дейін Сәкең сол балаларына, немерелеріне табиғи таза ешкінің сүтімен балаларына беріп жатыр. Жаңа айтқандай ешкінің сүті өте денсаулыққа пайдалы. 3 жасар орыс ешкілері. Лақтары мынау жаңа айтылғандай 6 айлық
көктемде бұлар да лақтайтын болады. Артық лақтарын сәкең туысқандарына береді, сатады әйтеуір. Ақшасына жем шөп алады. Шағын жерге шешкі. Жақсы. Осылай. Ұнаған кісілер болса, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Шонда қағып тұрамыз дейді. Сәке ханымға жағдай істеп жатыр. Осылай шешкіне таңертең. Сағат 8-де қояды таңертең. 6-7-лерде таңертең сауады, кешке қарай осы. 6-7-лерде тағы бір сау болады. Күнде енді бір ешкеден 5 литр болса. Бір ешкеден. Не дейді? Айта бер, кесіп ұстайын ба? Бір ешкеден 3 ешкеден 6 литр сүт. Қалай? Бір ешкеден 5 литр құрдық. Қайдан білемін? Бір ешкеден 2,5 литр ғой, 2,5 бір ешкеден. Күнде енді 2 литр, 2,5 литр сүт шығады, бір ешкеден таңертең кешкісін сонда. 5-6 литр күнде сүт сауып отырады. Дұрыс болды, шаман. Мынау енді сиырға қарағанда өте тиімді, өте көп орын алмайды, көп шөп жемейді. 5 литр десеңіз, тұра жүгіріп жүрдің бәрі ойы. Жүріс, сәке, кәсібіңізге береке берсін. Немерелеріңіз қазір таза, ешкінің сүтінен ішіп, денсаулықтары жақсы өсе берсін. Осылай, достар, ұнаған кісілер бойынша комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта тағы да осындай ақпараттар беріп тұрамыз. Сәттілік. Мына сәкеңнің ешкісінің айранын ішіп жатырмын. О, салқын әдемі екен. Ешкінің айраны. Өте дәмді, қымыран сияқты дәмі, ақышқылды. Өте жаңа денсаулыққа пайдалы. О, керемет, сусынды қандырады екен әдемі. Қымыз сияқты ма, қалай сәке өзі? Қымыз сияқты, қымыран сияқты. Дәмі, о, әдемі, жақсы сәке. Қымыран сияқты. Ханым келіп, сүйік болады. Сәкеңмен ханымның айтуынша келесі ешкі орнына келіп тұрып жатыр. Бірінші туған кезде сүті көптеу болады екен. Лақтар өскен сайын шаймен азай береді. Енді күніне 2 литрден беріп тұрды. Кем дегенде. Сонда 6 литр сүт. Желіндер орыс ешкіші кәнді российский жақсы, тамаша. Келесі кезекке екінші ешкі келді міне. Өзі үйренген орындарына тұрады. Жемдерін жеп тұрады. Қанымына тазартып жуып алып, сауып жатыр. Осындай жағдай. Лақтар енді қазір емізілмейді, бөлек тұрады, өздері шөп жейді, жем жейді. Құдай қаласа, ертең көктемде бұларда лақтайтын болады. Еркектерін сатады, туысқандарына береді. Сойып жейміз, сойып. Сойып жейді, шамалы семіртіп, ұрғашыларын алып қалады ертең. Лақтайтындарды. Ұрғашыларын алып қаламыз. 2 ешкі 2 жасар, 1 ешкі 5 жасар екен. Осындай қалалық жағдайда шағын жерде осындай таза ешкінің сүтін, айранын, майын, сметанын ішіп жеп отыр, денсаулыққа өте пайдалы. Ұнаған кісілер болса, хабарласыңыздар. Достар, осымен мынау енді түсірімді аяқтаймыз. Алдағы уақытта осындай сіздерге керекті ақпараттар толық жеткізіп тұруға тырысамыз. Біздің каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше.